Қиялдан туған дүние шындыққа айналып барады. Елімізді болашақта жасыл желекке қалай айналдыруға болады? Тиімді бағдарламаның таза табысы және ғаламдық жылынуды тоқтатуға бола ма? Баламалы қуат көздері, ғажайып технологиялар, сіз күтпеген жаңалықтар. Мен ол жайлы ойлаған сайын өзімді тұңғиыққа батып бара жатқандай сезіндім. Қос дөңгелекті жеңіл арба, шамдар орнатылған түнгі, тыныш көшемен салдыр гүлдіретіп бара жатқанда, мен өткен тәулікте болған оқиғаларды рет-ретімен есіме түсірдім. Артур Конан Дойл, төртеудің белгісі. Бүгінгі бағдарламада мал қорадағы инновация. Қазір біз мұны қайта уатамыз. Барлығын араластырамыз, содан кейін қоспаны тиейміз. Биоқоспаны биогазға айналдырамыз. Ал биогазды отын ретінде пайдаланамыз. Біз газ плитасын, сондай-ақ биогазды қалай қолданып жатқанымызды көрсеткіміз келеді. Бөденелер қандай көмегін тигізіп жатыр? Бұл жерде газды жалпы жанама өнім ретінде қарастырып отырмыз. Шерлок Холмс неден бейхабар болды? Болашақта осынау қондырғыға нарықта сұраныс артады. Көңінен қалай жарық және жылу алуға болады? Биогаздан қалай ақша жасауға, қалдықты қалай табыс көзіне айналдыруға болады? Рим императоры Веспасиан пысық, тапқыр адам болған. Ол мемлекеттің ортайған қазынасын толтыру үшін қоғамдық дәретханаға салық салған. Біздің дәуіріміздің бірінші ғасыры. Өткен ғасырларда пайдаланылған қуат өндіру тәсілі жаңа 21 ғасырда қайтадан сұранысқа ие болып отыр. Нарық заманында шығыны аз, экологиялық залал жоқ өндіріске басымдық беріледі. Максим уатқыш машинаға жақындап барды. Мынау біздің жұмысымызды жүргізетін жабдық. Қазір су берілген соң осы қоспаның барлығын уатамыз. Биомасса араластырылады және толтырылады. Тәулігіне бір немесе екі рет қосылғанның өзі станцияға тәулік бойы жұмыс істеуге қажетті қуатты қамтамасыз етеді. Әлі толық автоматтандырылған жоқ, сондықтан қолмен араластыруға тура келеді. Қазір мен уататын жабдықты қосам, содан кейін жұмысты бастаймыз. Қазір біз бұның бәрін уатамыз, сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Қақпақты ашу ғана қалды. Осыдан кейін биомасса реакторға түседі. Биогаз осылай алынады. Ыстық су және жануарларға қажетті азық табылса жеткілікті, сонда жарық қамтамасыз етіледі. Еңбекші ауылындағы фермер қожалығы. Мұнда биогаздың пайдаланылып жатқанына бірнеше жыл болды. Бактериялар органикалық қалдықтарды өңдейді. Бактериялар жақсы жұмыс істеу үшін оларға жағдай жасалуы керек. Бір қалыпты температура сақталуы керек, ауа кірмеуі керек. Сонда анаэробты процесс жүреді. Отсутствие доступа воздуха, анаэробный процесс. Барлығы 10 жыл бұрын органикалық қалдықтарды қалай кәдеге жаратуға болады деген ізденістен басталды. Әрине, технологияны оқуға, жаңа білімді игеруге тура келді. Қазір 13-ші үлгі пайдаланылып жатыр. Бұл қондырғы үнемі жетілдіріледі. Саматтың айтуынша қондырғыны әлі жақсартуға болады. Өйткені оны тиімдірек ету үшін жаңа амал ойлап табу керек. Егер оның барлық талабы сақталса, нәтижесі тиімдірек болып шығады. На выходе мы получаем. Соның арқасында тыңайтқыш, биогаз, шымтезектер және минералдық тыңайтқыштар аламыз. Брикеты и органоминеральное удобрение. Әдетте ірі биогаз қондырғылардан алынатын қуаттың үлесі көп емес, шамамен 20% ғана болады. Мысалы, биогазды ас плитасына жалғап, сонда тамақ пісіруге болады. Қазір солай жасалып та жатыр. Сізге биогаз пайдаланылатын газ плитасын көрсеткіміз келген. Біз мұнда плитаның от жанатын екі тетігін қатар орнаттық. Егер биогаз жетпей жатса, онда пропанға ауыстыруға болады, ал екіншісі биогазбен жұмыс істейді. Асханаға тамақ әзірлейтін газ енгізу қажет. Фермерлерді тыңайтқышпен қамтамасыз етіп, көмірдің орнына шымтезектерді пайдалану керек.
осылай үнемдеуге болады. Биогаз қондырғысын қосу үшін алынған газдың 15%-ын пайдаланса да жеткілікті. Көрші фермерлер бұл қондырғыға қызығушылық таныта бастады. Талдықорғанның маңында Қарабұлақ деген елді мекен бар. Онда тұрғындар мал шаруашылығымен айналысады. Солардың өтініші бойынша өздеріңіз көріп тұрғандай кішкентай ғана қондырғы орнаттық. Такую, как вы видите. Қазір жергілікті өнертапқыштар ізденіп жатыр. Олар қондырғыны үлкейтіп, сол арқылы өнімнің көлемін арттырмақ. Сырттан маман шақырмай бұл істі өздері атқарғысы келеді. Біз екеуміз ғана жұмыс істейміз. Мен жоспарлаймын, қажетті жабдықтарға қол жеткізу үшін кәсіпорындарға тапсырыс берем. Менің көмекшім, есімі Максим. Ол жақсы дәнекерлеуші, бәрін өзі құрастырады. Айналып тұратын барабан бәрін араластырады. Саматтың айтуынша 1 текше метрі 2 киловатт электр қуатын түрлендіре алады. 100 бас және одан көп ірі қара малы бар шаруашылықтарға үлкен қондырғыларды орнатуға болады. Сонда бұл шаруашылықтар өздерін жарықпен, қыста жылумен және көктемде тыңайтқыштармен еркін қамтамасыз ете алады. И теплом, электричеством, и удобрениями. Мұндай қондырғыларға балық, мал соятын орындардағы қалдықтар, жем, дән сүрленген шөп, құрамында майы көп органика, қант, протеин, тіпті химиялық ластанған тағам қалдықтарын салуға болады. Бұлардың бәрі өңделеді. Мұндай биомассада B12 дәрумені өте көп, сондықтан өте бағалы өнім саналады. Мұны әлемнің бірқатар елінде тағамдық қоспа ретінде қолданады. Әлі ғылыми жолмен дәлелденбеген, алайда көңіл аударуға тұрарлық бір маңызды жайтқа тоқтала кетсек. Биогаз реактор арқылы алынған тағамдар кейбір жағдайда дәріні де алмастырылады екен. Құрама Штаттардағы экологиялық елді мекендердің біріндегі фермерлер осылай дейді. Табиғатта үйлесімділік бар. Өмірде түрлі жағдай кездеседі. Отбасында біреу сырқаттанып қалады, бүйрегі немесе басқа бір жер ауырады. Сонда әлгі науқастанып табиғи жолмен шыққан қалдықтар құрттардың көмегімен тыңайтқышқа айналады. Превращаются с помощью червей в удобрение. Олар бақшасында көкөністер, жемістер, басқа да дақылдарды өсіргенде әлгі тыңайтқыштарды қолданады. Нәтижесінде жемістер, көкөністер бұл отбасы мүшелері үшін емдік қасиеті бар көкөніске айналады. Қазақстандық экофермер Денис Теннің айтылған жайтқа қатысты нақты берер жауап жоқ. Бірақ америкалық әріптестерінің пікіріне құлақ асады. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары сәнқой, өмірге көзқарасы алып өтен адамдардан құралған бір топ Теннессиге автобуспен барған. Онда жергілікті тұрғындар 90-95 жасқа дейін өмір сүрген. Мұны түсінуге болады, өйткені олар дәрі-дәрмексіз, ауруханасыз, у-шудан жырақта, орман ішінде өмір сүрді. Әрбір атқан таңға қуана білді. Түнгі алтын. Өткен ғасырда адамның нәжісі осылай атанған. Оның құрамында азот, фосфор, калий секілді құнды элементтер бар. Биотыңайтқыштар арқылы өсірілген көкөністер химиялық қоспалар қолданылған өнімге қарағанда пайдалырақ болады. Жалпы биогазды пайдалану тарихы Голландиядан бастау алады. Дәрігер әрі химик Ян Баптист Гельмонт жұмбақ тылсым күштерге сенген. Айтпақшы, газ сөзін ғылыми терминологияға енгізген осы Гельмонт. Гректің хаос сөзіне балама ретінде солай атаған. Ол іріп шіріген биомассаның тез жанатын газ бөлетінін аңғарған. Бұған басқаларда көңіл аударған болуы мүмкін. Бірақ Гельмонт бұл құбылысты жіті зерттеп, барлығын қағазға түсіріп кетті. Қондырғы алғаш рет Үндістанда 1859 жылы ресми түрде орнатылып, құжаттарда тіркелді. Тағы бір айта кететін жайт, Шерлок Холмс заманында, яғни 1895 жылдан бастап Лондон көшелеріне биогаз шамдары жарық беріп тұрды.
Биогаз дегеніміз бізге белгілі табиғи газ, немесе пропан, бутан қоспасы секілді табиғи отын. Бүгінгі таңда биогаз технологиясы көп қолданыла бастады. Әлемнің озық мемлекеттерінде, әсіресе ауыл шаруашылығы дамыған елдерде қарқынды дамып отыр. Халықаралық биоэнергетика басылымының дерегіне сүйенсек, ауыл шаруашылығы өнімдерінің құрамында биогаздың алатын үлесі 90% болса, бұл көрсеткіш өнеркәсіптік және коммуналдық қалдықтарда небәрі 8% екен. Экологияға келетін залалды азайту, жылыжайлық газдарды азайту, отынның, энергетиканың қауіпсіз баламасын қолдану бүгінгі таңдағы басты міндеттердің бірі. Бұл салада Қытай алда келеді. Аспан асты елінде шамамен 15 миллион биогаз қондырғысы орнатылған. Үндістан мен Қытай зерттеулер жүргізіп аталған бағытты дамытуға атсалысып жатыр. Олар тек қызығушылық танытып отырған жоқ. Бұл саланың болашақта нарықта үлкен сұранысқа ие болатынын түсініп отыр. Еуропа елдері арасынан биогазға барынша ден қойып отырған Германияны атап өтуге болады. Ең үлкен биогаз паркі осы жерде. Голландияның да орны бөлек. Бұл мемлекеттерде ауыл шаруашылығы мәдениеті жақсы дамыған. Олар ең соңғы технологияларды пайдаланып отыр. Современные технологии. Мынау Австрия, Швеция, Германия секілді мұнда да қажетті қуаттың бір бөлігі биогаздан өндіріледі. Соның арқасында үйлерге жылу, көшеге жарық беріліп отыр. Егер Қазақстан туралы айтатын болсақ, ауыл шаруашылығы саласы жолға қойылған, құрылымы дамып келе жатқан аграрлық мемлекет. Ел үкіметі ауыл шаруашылығы өнімдеріне оның сапасын арттыруға зор көңіл бөліп келеді. Производство сельского хозяйства, его улучшению. Менің фермерлік қожалығым бар. 5 киловаттқа дейін қуат беретін осынау қондырғыны орнатқан. Мемлекет бұған кеткен шығынның 50%-ын өтеуі тиіс. Қондырғының тиімді тұстарын көріп отырмын. Мемлекет соңғы жылдары мал шаруашылығын, өсімдік, егіншілік шаруашылықтарын ынталандыруға, мал басын өсіруге көп көңіл бөліп келеді. Технология табысты жұмыс істеу үшін не керек? Биоқалдықтар керек. Бұл жағынан тапшылық көріп жатқанымыз рас. Қазақстан нарығында шетелдік қондырғыларға бәсекелестер пайда болғысты. Шетелдік баламалармен салыстырғанда біздің қондырғыларымыз аса қымбат деп айта алмаймын. Осында жасалған техника 10 есеге дейін арзан. Қарапайым жылыжайда ең үлкен жүйекті реактор алып тұр. Бұл өте ірі құрылғы. Денис Теннің айтқыштарға негізінен бөдененің саңғырығын пайдаланады. Оның экофермасы Алматы облысының аумағында орналасқан. Бұл өзі өте керемет құрастырылған машина. Биогаз өндіру үшін кез келген органикалық қалдықтар жарай береді. И выделение из них биогаза. Кәріз, шахта, батпақ газ немесе метан, биогаздың синонимдері көп. Қандай шикізаттан өндірілмесін, оның иісі болмайды. Түссіз газ, кәдімгі көмір сутегі. Метан жақсы жанады. Біз оны тазартамыз. Онан соң қажет кезінде коммуналдық қызметке пайдаланамыз. Коммунальные удобства. Реакция резеңке мембрананың астында тәулігіне 24 сағат бойы жүре береді. Биомасса іріп шірейді. Оны реакторға айына 1 рет салады. Біз негізінен бөдене саңғырығын пайдаланамыз. Анда-санда көршілеріміз ірі қара малдың тезегінде жеткізіп береді. Шағын ғана қондырғы болсын, оған 10 тоннадай биомасса қажет. Нәтижесінде осыншама көлемде ауыл шаруашылығына қажетті өнім шығарылады. Жүздеген бөдене экологияны сақтау үшін күн сайын жұмыс істеп келеді. Әрине, құстардың өзі бұдан бейхабар. Органикалық қалдықтар полигонға тасымалданады. Сонда жатып іріп шіріп, нәтижесінде аммиак, азот және метан бөліп шығарады. Аммиак, азот. Жалпы мал шаруашылықтарының қалдықтары экологияға айтарлықтай залалын тигізеді. Өйткені метан таза күйінде жылыжай газдар ретінде ауаға тарайды.
атмосферу, являясь чисто парниковым газом. Это первый... Бұл газдар алдымен озон қабатын бұзып, кері әсерін тигізеді. Міне біздер осы газдарды кәдеге жаратып отырмыз. Ауаның таза болуына кішкентай болса да үлесімізді қосып келеміз. Жалпы газ дегеніміз шаруашылықты тиімді басқарғандар үшін сарқылмайтын бонус. Жазда үйді жылытудың қажеті жоқ. Сондықтан артық отын газгольдерде сақталады, дейді Денис. Біз газды қосымша өнім ретінде қарастырамыз. Алға қойып отырған басты мақсатымыз аса жоғары құнарландырылған органикалық тыңайтқыш дайындау. Очень таких высококонцентрированных органических удобрений. Міне фермердің қара алтыны, қатты және сұйық түріндегі баламалары. Нитраты, патогендік микрофлорасы, қандай да бір иісі жоқ таза органика. По сути, Осыларды пайдалана отырып химиялық тыңайтқыштардан мүлдем бас тартуға болады. Бір кереметі, химияға қарағанда табиғи тыңайтқыштар анағұрлым арзан. Тек бір кемшілігі, бізде химияға субсидия бөлінеді, ал органикалық тыңайтқыштар назардан тыс қалады. Осы айтылғандарды қорытындылайтын болсақ, биогаз қондырғысын іске қосқанда өнім жанады. Бір кемшілігі осы. В этом плане... Әрине зияны болады. Бірақ біз газ қолданылып жатқан техникалық қондырғы жайында әңгіме өрбітіп отырмыз. Болашақта нарықта бұл қондырғыға сұраныс артады. Сегодня Ғалымдар үздіксіз ізденіп жатыр. Бір немесе 2 жыл ішінде бұл мәселенің шешімі табылады деп сенем. Сонда газ жақпай-ақ өнім алуға мүмкіндік туады. Қалай дегенмен бүгінгі қондырғылардың кемшілігінен гөрі ұтымды тұстары басым. Әсіресе ауыл тұрғындары, құс фермасы, жылыжайы, мал қорасы барлар үшін тиімді. Сұйықты тұндыратын ыдыстар керек емес. Қоршаған ортаны ластамағандықтан айыппұл төлеудің де қажеті жоқ. в прошлом году... Өткен жылы экологиялық кодекске толықтыру енгізілді. Өзгертілген заңнама 2016 жылдың маусым айынан бастап күшіне енді. Енді кез келген органикалық қалдықтар қордаландыру немесе биогаз қондырғыларын орнату арқылы пайдаға асырылады. Утилизируется путем компостирования либо биогазовых установок. Жылу, электр қуаты, газ плитасы, тыңайтқыштар. Биогазды тазалау барысында көмір қышқылы бөлінеді. Оны да кәдеге жаратуға болады. Мысалы, құрғақ мұз ретінде немесе газдалған суға, басқа да техникалық мақсаттарға пайдалануға болады. Көң көп болған сайын тиімділік артады. Сонымен қатар, бұл автокөлік үшін таза экологиялық отын. Биогаз болашақтың шикізаты дейді ғалымдар.